Анасының рухы ұлын үлкен қатерден құтқарып қалды. Асқар мен Анар студенттік кезінен бастап бір-біріне әркез көмектесіп қолдап жүретін. Әр күндері қуаныш пен махаббатқа толып өтіп жатқан жастардың студенттік өмірі бітіп, үлкен өмірге бірге қадам басты. Үлкендердің батасын алып шаңырақ көтерді. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде жылы лебіздеріңізбен бөлісіңіздер. Бастапқыда жалдамалы пәтерді мекен етіп тұра бастады. Әр күні достарын қонаққа шақырып, үйді ойын-сауық жасады. Бірақ үлкен адамдардың өмірі қиын болатындай, бұларға да қатал өмір өз сынағын дайындап тұрған еді. Екеуі де өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Күнделікті жұмыс жалғаса берді. Асқардың анасы осылармен бірге тұру үшін ауылдан көшіп келіп, осылармен бірге тұрды. Бастапқыда бәрі жақсы болғанымен, уақыт өте анасы Анардың әр ісінен кемшілік тауып, отырса опақ, тұрса сопақ күйге түсірді. Асқардың анасы жақсы адам деп үндемей жүргенімен, соңында Анардың сабыры таусылып, енесіне сөз қайтаратында шығарды. Оның үстіне бала көтер алмай жүргені тағы бар. Ал енесі осыны Анардың бетіне баса берді. Онсыз да жаны қиналып жүрген Анарға бұл өте ауыр соққы болды. Асқар мен Анар балалы болуды қатты қалады. Отбасы құрғандарына 7 жыл өтсе де, бұлар балалы бола алмай жүр. Қаншама мықты дәрігерлерге қаралды. Бармаған емші тәубі қалмады. Балалы болу үшін барлығын жасады. Бірақ Алланың сынағы екен. Бала сүю бұлар үшін ең үлкен арман болып, жүректерін жылатты. Асқардың анасы екінші әйел алуды айтқан кезде Анардың жүрегі тоқтап қалардай күй кешетін. Бір жағынан күйеуінің балалы болғанын да қатты қалайды. Өзі қатты қиналса да бұл ұсынысқа рұқсат берді. Сол түн Анар мүлдем ұйықтаған жоқ. Жылай-жылай көзі ісіп кеткен, жүзі қурап, бұл үйден кетуге шешім қабылдады. Бірақ Анарсыз өмірді елестете алмайтын Асқар және қандай жағдай болмасын ажыраспаймыз деген серттері кетуіне рұқсат бермеді. Арада біршама уақыт өткен соң Алла бұлардың тілеуін қабыл көріп, Анар жүкті болды. Қуанышты хабарды естіген бойда әлем ерекше түске боялғандай күй кешті. Бұл күнді олар бақандай 7 жыл күтті. Көптен күткен нақтырақ бақытқа толы 9 ай көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сол күнді әдеттегідей Асқар жұмыс үстелінде жазу жазып жатты. Ал Анар кішкентайға арнап киім тоқып отырды. Бір сәтте іші қатты ауырып, жедел жәрдемді шақырып ауруханаға барды. Көңілде қорқыныш пен қуаныш қатар тұрды. Дәлізде қуанышты хабарды тағатсыздана күтіп жүрген Асқарға уақыт тоқтап қалғандай, сабырсыз арлы-бері жүріп жатты. Бір сәтте іштен дәрігер шықты. Неге екені белгісіз, Асқардың жүрегі бір жамандықты сезгендей мазасыз еді. Біз тек баланы ғана аман алып қалдық деген сөз Асқарды есінен тандырды. Сол кезде Анарым, Анар деген сөзден басқа тілге келмей құлады. Анар баланың аман есен дүниеге келу үшін өз өмірін қиған еді. Анардың денсаулығы бала туатын кезде күрт нашарлап,
Дәрігерлер екеуінің біреуін аман алып қала аламыз деген соң Анар тек баласынан аман қалғанын қалаған екен. Асқардың жүрегі Анардың өлімінен соң жиі ауыратын болды. Ал дүниеге келген кішкентай Аманат күн санап өсіп жатты. Асқар тек Аманатқа қарап жүрек жарасының емін табатын. Бір күні Асқар әдеттегідей жұмысқа кетті. Ал үйде анасы Аманатқа қарап отырады. Жолдан өтіп жатқан адамдар 5-ші қабаттағы терезеден баланың құлайын деп жатқанын көріп, айқайлап көмек шақырды. Бала бір қадам басса құлайын деп тұр. Бірақ қайдан келгені белгісіз бір әйел баланы көтеріп, құтқарып қалады. Адамдардың бәрі әйелдің ерлігіне қол шапалақтап құрмет көрсетіп жатты. Бұл уақытта Аманаттың әжесі көрші үйге бір зат алуға кеткен екен. Баланы құтқарған әйелдің кім екені жұмбақ болып қалды. Куәгерлердің сөзіне қарағанда, жаңағы әйел Анардың рухы болып шықты. Ана жүрегі қашанда баласы үшін жан қиярға дайын екен анық. Өзі о дүниелік болып кетсе де, баласын әркез қорғап жүретін ана. Шіркін, неткен мейірімді жан еді. Құрметті оқырман, әңгіме ұнаған болса лайк басып, комментарийде жылы лебіздеріңізбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Өзге де әңгімемді каналымнан таба аласыз. Алдын ала рахмет.